Келінімнің немеремнің бетін қайтарып, менен кешірім сұратқаны менің жүрегіме тас болып тиді. Санама ой салды. Бұл не? Мені құрметтегені ме, әлде мазағы ма? деп көп ойландым. Менің санасыздығым сонша, осы әрекетті де жаманға жорыдым. Келінім үй жұмысымен, өз жұмысымен қатар алып тыныш таппай жүрсе де, мен бір шикілік іздеумен болдым. Менің ашу-жыным, баяншық балам неге әйеліне бір ауыз қатты тіл қатпайды? Неге дауыс көтеріп айқайламайды? Осы оқытып алған жоқ па деген күмәнінде болып, өзімше балгер бақсыларға барып, баламның фотосуретін көрсетіп, анықтамақшы да болдым. Ауыл адамдары біледі, басқа жерден іздеу керек деп, қыздарын тұрмысқа шыққан ауылға бармақшы болдым. Мен қызыма барам, ана қойды сой. Жарты етін ала кетейін, құрғылы бармаймын дедім ұлыма. Қойды соймаймын, ол қой менің шаруама керек, үйде ет бар, соғымнан қалдырған сыбағасы да бар. Келініңіз алып берді деп ұлым орнынан сөйлей тұрып шығып кетті. Мен көкбеттен артына ілесе шығып, сен мені адам санамайтын кезің бола ма? Бір ретте болса анам айтты екен деп тілімді алатын кезің бола ма дедім. Ұлым бұрылып бетіме тесіле қарап. Саған не көрініп жүр? Не міндетті түрде сол қойдың етін апару керек па? деді. Иә, дәл сол қойдың етін апаруым керек дедім мен де бедірейіп. Оттапсың. Олай болса қызыңа дымды апармайсың деді де, үйде дастархан басын жинастырып жатқан келінге қарап. Ешқандай да сыбаға, дәм беруші болма. Барса барсын өзі, бармаса отырсын үйде деп айқайлап кетіп қалды. Келін басында көтермей шаруасын істеп тұр, балам қасынан өтіп бара жатып. Зейнетақың қолыңда ғой, дүкенге бар да тәтті-мәтті ал да, қой етінсіз барасың. Ешқайда шықпай отыр деді жылдан басып кетіп қалды. Ай, менің ашуым қайнады, келінге бір қарап, балаға бір қарап. Мен осы үйде кіммін? Менімен санасатын кім бар? Жоқ, жетер, мен сендерге басындырып қоймаймын. Маған оттама дейді ғой, менен шыққан боқ, оттамасаң өзің оттама. Ит ана, қатының айқайла деп ұлымның артынан біраз еріп көшеге дейін шықтым. Ол мені тыңдамаған бойы көлігіне отырып кете барды. Мен аңырап көшеде тұрмын. Не істесем екен, мына қорлықтай деп өз-өзіме қорланып, жарылардай болып көшеге сенделіп жүрмін. Сені дуалап тастаған, сені маған қарсы етіп дуалаған. Мен қайткенде де анықтаймын. Ана қойды сойғызып, түгел қызыма алып кетпесем атым өшсін деп көше айналымына жеттім. Көршімнің 40-қан асқан баласы ауласында жүр екен. Балам, бері келші деп шақырып алдым. Ол жүгіріп келді. Амансыз ба апа деп жарғынамадасты. Аман ба балам, сен қой соя аласың ба дедім. Сойып жүрмін. Олай болса пышағыңды ал да қораға кел, қой соясың дедім. Мақұл апа деп үйіне жүгіріп кеткенде, қора жаққа есіктен өзім кірдім де сарайдан таза 2 қап ап шығарып дайындап қойдым. Үй жаққа барсам келінім тандырға нан ашытып жатыр екен. Тез қайта қораға келсем көрші бала келіп тұр. Апа, қай қойды соямыз деп бордақылап қойғанын 4 қойға қарап тұр. Ең семізін үлкенін таңда дедім. Бала таңдап жетектеп шығарып қора артына апарып бауыздады. Балам, ішек қарын сирақтарын өзің ала салшы, келіннің қолы бос емес. Қазір нан жауып жатыр. Сосын жұмысына кетеді дедім. Ал мына қойды 4-ке бөл, боршылама, ана қапқа сал. Мен бүтіндей алып кетемін дедім. Жақсы апа, қалай жаса десеңіз солай жасаймын. Онда мен үйден шек қарынға ыдыс әкелейін деп жүгіріп кетті. Қора жай үйден аулағырақ, кіріп шығар есік бөлек еді. Мен көрші келгенше үйге түк болмағандай келдім. Келін нанды елеп болып қымталап орап, жылдам үйге кіріп киініп жұмысына кетті. 2 баласы қатарласа ілесіп сабақтарына кетті. Үйде ұсақ балалар ұйықтап жатыр. Мен білем, келін түсте келгенде нан ашиды. Ол түскі асты бере сала нан жабады. 2-де жұмысына қайта кетеді. Келін қақпадан шыққанда үй телефонына жабыстым. Көлігі бар дегендерге қоңырау шалып, біреуі түсте келіп алып кететін болды.
Сағат 11:45-те ауламда тұратын бол дедім. Олай айтқан келін түскі асқа келгенде көлікке көрсетпей бәрін тиеп, түк болмағандай жолға шығу болатын. Біраздан соң көршім бүкіл шаруаны жалғыздандырып еттерді басымен қосып, қапқа суытып салып алып кетті. Сол аралықта такси де келе қалды. Мен тиеп алып киініп үйден шыққанымда келінім де қақпадан кірді. Апа, жолға шықтыңыз ба? Апа, мен сарқыт салмадым ғой деп жүгіріп қасыма келгенде. Өкімет төлеп атқан зейнетақым бар дедім де жүргізушіге кеттім де басымды изедім. Апа деп келін қалып кетті. Мен іштей күліп кеттім. Өзімнің осы істегеніме масаттанып, мақтанып барамын. Қызым тұратын ауыл 2 сағаттық жол еді. 1,5 сағатта аз жүріп, көлік сынып тоқтап қалдық. Жүргізуші ары алысты, бері алысты, түк түсінбей не болғанын анықтай алмай қиналды. Қазіргі уақыттағыдай емес, көлік аз, біреумен хабарласып шақыру да мүмкін емес. Сол көлік бұзылып тоқтап қалған жерде 1 сағат отырдым. Күн ыстық. Ет бітеу қалпында көлік ішінде бұзылатын болды. Ауылға кетіп бара жатқан ат-арбаға отырып қайта қайтуыма тура келді. Көлік сол жерде қалды. Арбакеш көмек жіберем деп уәде берді. Мен үйіме қайтып келгенде сағат 2 болып қалған. Қақпа алдына келгенде үлкен немерелерім сабақтарынан келе жатқан, жүгіріп келіп заттар түсірісті. Тез шайханаға апарып, етті қаптан шығар деп өзім шаршап бақшадағы көлеңкеге отыра кеттім. Немерелерім еттермен алысып өздерімен өздері. Қора жақтан ұлымның ащы, зілді дауысы шығып, біреуді ұрысып жатыр. Тез тұрып қора жаққа жылдам басып бардым. Ұлым арыстан шақырып, бұрышта көз бақырайып, зәресі ұшып, бір уыс болып тұрған келіннің бүйірінен қойып кеп қалғанда келінім бір жағына қисайып, ыңырана отырып қалды. Ұлым добалдай жұдырығымен арқасынан ың еткізіп тағы бір қойғанда келінім жерге құлады. Ёп, твою мать, ана қызды қарап. Көрмесең, несіне жүрсің деп келінмен кейіп түйіліп, тағы ұрмақшы болғанда, мен жетіп барып келіннің қасына тізерлей отыра кеттім. Балам қап-қара болып кеткен, төніп келе жатып мені көріп, таңырқай қарап тоқтап қалды. Ойбай, тиме келінге, ойбай. Ол мен сойып алып кеттім, мен өлтір деп келінімді кеудеммен жаптым. Келінім жылап жатыр екен. Бет-аузын сипалап, басын көтеріп кеудеме басында балама жалт қарап. Хайуан, сен не қол көтересің? Тұр ғой әне, тағы үш қойың өлдің бе деп келінімді орнынан тұрғызып, бүйірінен тиген соққы қатты болды білем. Келінім бір жағына қисайып, бойын жаза алмады. Балам сұрланып, тістері шықырлап. Сен деп жерді бір тетті де қора ішіне кіріп кетті. Қайтып әкелдім қойыңды. Бар, шайханада жатыр. Қолы қол, бұты бұт болып деп балама айқайлап айтып едім, ол қорадан қайта шықты. Тістене қарап, көзіме жеп қоярдай тесіліп қасынан өте шықты. Мен келінді жетектеп үй жаққа келгенде ұлым шайханадан қайта шығып. Осы сен аурусың, ұқтың ба? Аурусың, әлде жынды боларсың. Мен еш уақытта саған ұқсамаймын, әкем сияқты ұстамды болам деуші едім. Бірақ мына сенің қояншық мінезің маған өтіпті. Мына сенің кесіріңнен мен әрдайым жарыма қол көтерем деп, мен сенің кесіріңнен ит болып жүрмін дедім төніп. Бар жияры, ит болсаң өзің итсің. Мен саған қатының лор дедім бе деп көкірегінен итеріп жібердім. Екі немерем қорқақ алып келіп, келінімді алып үйге кіріп кетті. Енді же ана қойды, жалғыз же. Әкеңнің басына қайта осы үйге неге алып келдің? Неге келдің? Жоғалмадың ба содан ары? Сен кет, көзіме көрінбей кет деп тағы бірдеңелер айтпақ болып қасыма келгенде келінім жүгіріп шығып. Отағасы, болды жетер. Отағасы, анаңызға артық сөз айтып күнәға қалмаңыз. Деп келінім баламды кеудесіне құшақтап тартып шайханаға бетін бұрды. Сасымаса одан ары лақтырып тастаңдар деп балам жұлқынып келіннен босады да тез көшеге беттеп көлігіне отырып кетіп қалды.
Мен тұрған жерімде тұрмын. Келін шайханаға балаларын жұмсай жүріп, етті жөндеп жүр. Келінім сыртынан қарап тұрмын. Көздерінен жастары домалап кетіп жатыр. Еттерді бөлшектеп, тездетіп, тұздап, басты ұлына үйт деп бұйырып, жылдам қозғалып жүр. Ар жағында жаңа піскен нанның иісі бұрқырап тізіліп тұр. Сонда да бұл бейшара таяқ жесе де мына тірлікті тастай салмай жанталасып жүргені қалай? Ол қазір ғана таяқ жеді ғой. Таяқты менің кесірімнен жеді. Сонда да маған сөз тигізбей араша түсті. Бұл не? Неге мен келіннің әрекетін түсіне алмаймын? Ол неге осының бәріне шыдайды деген оймен қарап тұрмын. Басым айналып кетіп, сәл тәлтіректеп кеттім. Көз қырын маған салып жүрген келінім тез қасыма жетіп келіп: «Апа, салқын жерге отырсаңызшы. Апа, сіз қатты уайымдамаңыз. Балаңыздың мінезін білесіз ғой», деп жетектеп бөлмеме әкелді. Суық шай беріп жатқызды. «Ол оңбаған саған қолын көтереді екен ғой. Сен неге маған айтпайсың?» дедім. «Апа, ол бүгін бірінші рет ашумен деп еді», үлкен қыз немерем. «Қайдағы бірінші рет? Талай көрдім ғой», деп қалды. «Сен бар, шаруаңды жаса. Сенен ешкім сұраған жоқ», деп келінім қызын бөлмеден шығарып жіберді. Келінім күлмейтін жан, бірақ адамға мейірімді көзбен қарайтын. Сол көзбен маған қарап, терезеден сәл қараңғылап: «Демалыңыз. Мен жұмысқа бара алмайтынымды айтып хабарласайын», деп шығып кетті. Мен тағы ой шармауында жатырмын. Баламның мінезі шатақ екенін біле тұра, неше мәрте келінімді жамандағаным есіме түсті. Мен жамандап қақсап отырғанда ол үндемей асын жеп отырушы еді. Сөйтсем, сосын келін жазалайды екен ғой. Мен қандай адаммын дедім. Осы жағдайдан соң мен келініме басқа көзқараспен қарайтын болдым. Жаным ашиды.